Өңірімізде жастарды жұмыспен қамтуға бағытталған түрлі жобалар жүзеге асырылуда. Солардың бірі жастар практикасы. Биылғы жылы 2500 жасты аталмыш бағдарламамен жұмысқа жолдау жоспарланыпты. Бұл жастардың қатарында оқуын биыл бітірген Арайлым Бейсенова да бар. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің педагогика және мәдениет факультетін тәмамдап бітірдім. Қазіргі таңда жастар практикасы бағдарламасы арқылы осы мекемеге келдім. Осы мекемеде уже 2 аптадай болды. Іс тәжірибеден өтіп жатырмын. Қазіргі таңда осы бағдарлама арқылы көп жастар іс тәжірибе жинап, және де тұрақты жұмысқа тұруға өте мүмкіндігі зор бағдарлама екен. Маған ұнады. Қызметкерлері, басшылары маған барынша үйретуде. Және де осы биыл тамамдайтын жастарды осы жастар практикасына қатысуға шақырамын. Жобаға қатысу үшін жұмыспен қамту орталығына барып, жұмыссыз ретінде тіркелесіз. Мамандығыңыз бойынша мекемені таңдап, 6 ай ішінде қажетті тәжірибеден өтесіз. Сол уақыт аралығында мемлекет сізге 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жалақы төлейді. Тәжірибеден өтуші жастар практикадан жұмыспен қамтудан келіп тұрған Бейсенова Арайлым саз жетекшісі мамандығында келіп отыр. Тәжірибеден өтіп жатқанына мінекей осымен 2-ші аптасы. Осы балабақшаның жалпы системасымен бірге үйретіп, бірге атсалысып үйретудеміз. Алда болашақта өзінің тәжірибеден уақыты біткеннен кейін тұрақты түрде жұмысқа алып қалуға тырысамыз. Практика аяқталған соң штатқа орналасу мүмкіндігі өз біліктілігіңізге байланысты болмақ. Енді жастардың, біздің жолдаған жастардың барған жерінде жұмыста қалуын, қалмауын, оны барған жердегі мекеменің басшылығы шешеді. Яғни жастар практикасымен барған жастар ол жерге барған жерінде өзінің жаңағы көрсете білу керек. Яғни берілген тапсырмаларды уақытылы орындау керек, тәртіпті болу керек деген сияқты өзінің жақсы қырынан көрсеткен жағдайда ол жастардың аталған мекемеде жұмыста қалуға толық мүмкіндігі бар. Айту тек жобаға оқуды соңғы 3 жыл ішінде бітіріп, жасы 29-дан аспаған жұмыс іздеушілер қатыса алады. Аяулым Төреханқызы, Нұрлан Бексаидов, Саят Асанханов, Нарньюс.